Жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарын тасымалдауға рұқсаттар беру. Қауіпсіздік. Рұқсат беру құжаттары бөліміне өтіңіз. Жеке тұлғаларға азаматтық қару мен оның патрондарын тасымалдауға рұқсаттар беру қызметін таңдаңыз. Қызметті онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Лицензияларды таңдаңыз. Өтінім бойынша деректерді, тұлға туралы негізгі мәліметтерді, жеке куәлік мәліметтерін және мекен жайыңызды енгізіңіз. Одан әрі батырмасын басыңыз. Тасымалдау туралы мәліметтерді және қару туралы мәліметтерді енгізіңіз. Одан әрі батырмасын басыңыз. Қажетті құжаттарды жүктеп, деректеріңізбен бөлісуге рұқсат беріңіз. Мемлекеттік баж салығын төлеңіз. Қосу батырмасын басып, тиісті жолақтарды толтырыңыз. Қызметке қол қойыңыз. Өтініміңіздің статусын менің өтініштерім бөлімінен бақылай аласыз.